Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім. Бір жасағаннан шығатын әрі бір жасағаннан әдемі болатын шоколадты сметаник дайындаймыз. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ал енді біздің пирогымызды жасау үшін 30 грамм қант пудрасы қажет. Ол үшін мен осылай кофемолкадан ұнтақтап аламын. Дайын қант пудрасы да сатылады. 100 грамм ертілген сары майдың үстіне бір жұмыртқаны салып, венчикпен араластырамыз. Үстіне жаңағы қант пудрасын салып, жақсылап араластырамыз. 200 грамм ұнға бір шай қасық қопсытқышты салып араластырып аламын да, сұйық массамызға қосамын. Алдымен шанышқының көмегімен араластырып аламын, сосын қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды кем дегенде 15-20 минут холодильникке саламыз. Енді салмасын дайындаймыз. 70 грамм сары майға 185 грамм шоколадты қосамыз. Микроволновкада немесе водяной баняда ертеміз. Мен микроволновкада 30 секундқа қойып араластырып, бір қалыпты ерігенше солай жасадым. Шоколадты масса суығанша 3 жұмыртқаны араластырамын. Оның үстіне суыған шоколадты қосып араластырамыз. Енді 20% 400 грамм қаймақты қосып, бір келкі масса жасаймыз. Видеода мен қандай қаймақты алғанын көрсетіп жатырмын, яғни барынша табиғи қаймақ аламыз. 100 грамм қантты қосып, ерігенше 1-2 минут араластырамыз. Ең соңы 25 грамм какао ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Қамырды видеода көрсеткендей жайып аламыз. Менің формамның диаметрі 24 сантиметр. Бірінші қолмен жайып аламын, сосын оқтаудың көмегімен жайып аламын осылай. Дайын болған қамырды формамызға салып тегістейміз. Бортигін қолмен жұқартып аламыз. Артық шығып қалған жерлерін пышақпен кесіп алып, жетпей қалған жерлеріне жалғап қоямын. Салмасын құямыз, лопатканың көмегімен бетін тегістейміз. Кішкене осылай сілкіп тегістеп аламын. Пирогты қызып тұрған пеште 160 градуста 40-45 минут пісіреміз. Яғни пешкеде байланысты. Пирог піскен соң міндетті түрде бөлме температурасында суытып аламыз. Одан формасын алып, кейін дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Осымен біздің өте дәмді шоколадты сметаник пирогымыз дайын болды. Сіздерге айта кететін жайт, бізге тәттілігі көптеу болды. Егер сіздер де мен сияқты Рахат фирмасының Қазақстан шоколадын қолданатын болсаңыздар, яғни салмасына Қазақстан шоколадының 150 граммын және қанттың 50 граммын қосқандарыңыз дұрыс болар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Инстаграм парақшада мені белгілеген адамды сториске саламын. Сіздермен болған Айгерім, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.